Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен брынза мен шпинаттан дайындалатын бөрек жасаймыз. Бұндай бөрек духовкада дайындалады. Енді ең алдымен шпинатымызды жақсылап тұрып жуып аламыз да, осы жуылған шпинаттың үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Қайнаған су құйған кезде шпинаттың көлемі азаяды. Енді осы суын алып тастаймыз да, шпинаттың өзін суытып қоямыз. Шпинатымыз суығанша енді брынзамызды дайындаймыз. Егер де брынзамыз қатты болатын болса, оны теркадан өткізсек болады. Менің брынзам өте жұмсақ, оңай езіледі, сондықтан мен оны мынандай өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай үлкен бөліктерге бөліп дайындап алдым. Қазір бұл брынзаны шпинатпен бәрімен араластырып езетін болам. Міне осылайынан барлығын жақсылап тұрып турап алдым. Енді жаңағы суыған шпинатымызды да ұсақтап тураймыз. Барлығын турап алғаннан кейін осы брынзамызды, шпинатымызды және сары майымызды бәрін қосып, жақсылап тұрып езетін боламыз. Өздеріңіз қандай жолмен ыңғайлы, солайынан езе беріңіздер, мен қолмен езем. Егер брынзаңыз тұзсыз болса, салмаңызға міндетті түрде тұз қосыңыздар. Менің брынзам тұзды болғандықтан мен тұз қосқан жоқпын. Ал енді қамырымызды жайып алайық. Мен дүкеннің дайын қатпарлы қамырын пайдаланып жатырмын. Оны міне мынандай қалыңдықта жақсылап жайып аламыз да. Енді осы қамырды бірдей 4 бөлікке бөліп шығамыз. Міне былайынан ұзыннан 4 бөлікке бөліп шығамыз да. Әр бөлігін міне былайынан 3 бұрыш қып кесіп шығамыз. Мен дүкеннің дайын қатпарлы қамырын пайдаланып жатырмын. Ашытқысыз қатпарлы қамыр. Міне мынандай 3 бұрышты қып турап аламыз барлығын. Ал енді осы 3 бұрыштарға жаңағы дайындаған өзіміздің салмамызды салып, бөрегімізді орайтын боламыз. Міне екі жақ шетін былайынан тартып, мына жағын былай қыстырамыз да, енді осыны жақсылап тұрып ораймыз. Орап, ең соңғы жерін жақсылап тұрып қысамыз. Яғни біздің бөрегіміз піскен кезде ашылып кетпейтіндей қылып жасау керекпіз. Міне осылайынан жасап шығамыз. Тағы да біреуін көрсетейін қазір сіздерге. Міне былай 3 бұрышымызды аламыз да, осыған салмамызды салып, енді мына 3 бұрышымыздың екі жағын кішкене тартамыз да, былайынан біріктіріп, ар жағын басамыз, екі жақ шетінен кішкене жабамыз. Ең бастысы біздің салмамыз сыртқа шығып кетпеу керек. Піскен кезде сыртына шығып жатпау керек. Міне осылайынан міне соңын жақсылап тұрып былайынан қысып қоямыз, шет жақтарын жабамыз. Біздің салмамыз шығып кетпеу керек. Әдемі формада пісу керек. Енді пергамент қағазының үстіне бөректерімізді барлығын былайынан қойып шығамыз да, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кунжут бетіне сеуіп шықсаңыздар болады, бірақ себу міндетті емес. Міне мен былайынан кунжут үстіне сеуіп шығам. Осы дайын болған бөрегімізді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 25-30 минут пісіретін боламыз. Әрине өзіңіздің пешіңізге қарай бейімделіңіздер. Мінекей осымен біздің бөрегіміз дайын болды. Өте әдемі, өте жұмсақ. Ал дәмі тіл үйіреді. Міне ортасын сіздерге ашып көрсетейін. Өте керемет. Достар, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.